Біз бүгін ұмытылған тағам төңкерме жасаймыз. Оған керегі бидайдың талқаны қуырылған, сары май, сосын қант қосамыз. Бірінші талқанды саламыз. Енді бұған май қосамыз. Енді араластырамыз. Енді қант саламыз. 2 қасық қант саламыз. Бұл төңкермені жас босанған әйелге береді. Сүті мол болсын деп, құнарлы тағам бұл. Сол жас босанған әйел бұны осыны жейді. Сонда сүті мол болады, өзінің әл береді. Сол әйелге жасайды. Кішкене бұған су қосамыз. Кішкене ғана. 1 қасықтай су қостық. Енді бұны домалатып шарик қыламыз. Мінеке тамаша, жегенде тіп тамаша болады. Мінеке, күшті, тамаша, әдемі жабысы батыр. Ай, қазақтар біледі ғой бәрінде. Жесең тағам болады, әрі витамині бар. Со жас босанған әйелге өте құнарлы, жақсы тағам. Мына бидайдың талқаны әдемі екен. Тарының талқаны сары болады, мына бидайдың талқаны қара болады, мінеке, қара. Жент істегенде қара болып тұрады. Ал мінеке төңкермеміз дайын болды. Енді дәмін көрейік. Тамаша. Прям шоколад сияқты мені. Өте дәмді болды. Мынаның үстіне шоколад құйса, немерелерім де жейді. Өте дәмді, тамаша. Осылай келіндеріңізге істеп беріңіздер. Жас босанған келінге берсеңіздер, тіпті тамаша. Мінеке осылай істеңіздер. Өте дәмді. Витамин дегенің көп мынаның ішінде. Бүкіл бидайдың несі. Тамаша, өте жақсы. Дәмді өтті, е? Тамаша, прям шоколадында кірі жоқ мұна. Мұна 2 жеуін жесең, вообще тойып қаласың. Керемет күшті. Өте дәмді екен, тамаша. Төңкерме десе төңкерме екен. Өте дәмді.